Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендер мен жасып мен ұрыма қош келіпсіңдер. Достар, видео басылмай тұрып арнаға жазылып тіркеліп барынша қолдауларыңызды көрсетіп отырыңыздар. Білесіздер, мен 3-4 күнге видео салмай кеткен болатынмын. Оның сіздерден кешірім сұраймын. Бірінші себебі оның көп проблемалар бар, яғни мен сабағым таңда болғасын ерте жату керек, сосын аккаунтты ойнай алмай жүрмін. Көбінесе арасында бір көріп тұрып отырмын аккаунтыма. Сондықтан енді басты айтып кететін нәрсем, яғни оқу керек дегенде, сабағымды орындап, ал сіздер қолдап жатқан екенсіздер, сондықтан барлықтарыңызға рахмет айтамын. Енді достар, маған бір адам керек болып тұр, или аккаунтын беретін, или аккаунтыма кіріп ойнап отыратын. Яғни маған ойнап самоцвет жинап береді, сосын ойнатып отырады, яғни самоцвет және де тағы да бөлек пактар жинап отырады. Мен сіздерге айтқан целым бойынша оған күндердің бір күні келгенде бұйыртса, сол күні алғашқы прокачка соның аккаунтына болады достар. Себебі ол маған барлық заттан көмектескен болғандықтан мен оған ютубтан көмектесем, пиар, яғни реклама жасап берем, және тағы да басқа уже білетін шығарсыздар. Жақсы араласамыз ғой, айтқанда. Енді видеоға оралайық. Яғни бүгін біз пак дегенде, пак онша көп емес. Енді сіздер арасында видео салып отыруым керек, мен активі болу үшін. Бүгін сіздерге аккаунтыма обзор ғой. Қысқасын айтқанда, бүгінгі біздің видеода, яғни біз аккаунтымызға обзор түсіретін боламыз. Осыдан біз 3-4 апта бұрын аккаунтымызға обзор түсірген болатынбыз. Бізде аккаунтымызда біраз зат өзгерді. Одан кейін бізде бұрында аккаунтымызда, мен есімім бойынша, Шевченко жоқ беді, или бар ма еді, есімде емес. Малем бар еді, ол әлі де тұр аккаунтымызда. Біздің осыны ауыстыру керек маған. Ал енді аккаунтымызда не бар, не жоқ. Енді біздің аккаунтымызда Джинолия бар, то есть 108 рейтингте. Бұл сомды ғой, нет достар, енді бар ғой. Осыны мен алдында Зимний чудесаң пагынан 105 рейтинг кезінде түсіріп алғам. Әддем ойнап қояды достар, бұл потолок қарасыңыздар, неседе статистикасы әдемі, рабочий нога 5. Әдем ойнап қояды. Шевченкоға келейік. Шевченко, то есть нормально ойнайды, бірақ оның 4-5 аяғы арасында аспанға төй жібереді, қатты жамадан тыс. Бірақ бұл да нашар ойнайды деп айтуға келмейді достар. Бұл да әдем ойнайды, украинец өнер, то есть. Маленді ауыстыру керек достар. Маленің скорсты жетпейді қазіргі таңдағы рейтингтегі ойыншылар. Соған енді нашар, бірақ Мален нашар деп айтпаймын, орташа. Яғни Занетти достар, мен мұны алдында түсіріп алғам, яғни мен видеомды көріп жүргендер болса біледі. Бұл әдем ойнап қояды достар, аяғы 4-5 болса да пушка голдар соға береді ғой достар. Рейтингтер жақсы, бірақ таланты аз екен. 106 рейтингке көтеріп қойдым. Бұны ертең тағы Маскерона тапсам 110-ға көтеріп қоятын шығармын достар. Енді достар, бразилиялық әлемнің үздік кумир сиқыршыларының бірі Рональдиньо мен составыма түсіріп алған болатынмын. Яғни оны да Тоти пагынан түсіріп алған болатынмын достар. Бұның сводкасы әдемі, нормально, шүкіршілік етеміз. Және осыны удармен алдауды берген. Себебі алдауды бір рет берген себебі оның бұда по-любому бұның дриблингі әдемі. Сондықтан бір рет беріп, сосын ударды бергем дұрыс, бірақ ударды дұрысынан бергем достар. Себебі бұл по-любому жақсы алдайды достар, бұл 107 рейтинг қой. Сондықтан міне осыны бергем жақсы болыпты. Аяғы 4-5 по-любому жақсы тебет достар, алдайды, әдемі, таланттар әдемі. Яғни Рональдиньо, то есть жақсы. Де Брюйне бізде бұл да үздік полузащитник болды біраз. Қазірде үздік защитниктердің бірі бұл достар. Бұның әдемісі, статистикасы әдемі, және де бұның аяғы 5-5 қой достар. Сол маған қатыны бұл Де Брюйненің сапсарының. Сосын таланттары, то есть бұныкі де әдемі, Кевин Де Брюйне. Пушка голдар соғады. Енді Гвардиоланы айтпай-ақ қойсам да білет шығарсың, нашар бұл. Гвардиоланы ауыстыру керек маған. Так, просто түсіп кеткесін, мен де Элза сатшы бергесін, мұна Элза тұра салсын деп қоя салғам, то есть Тотидің пағы шо. Сосын Гатти, то есть бұны да ауыстыру керек маған. Құры көтердім бұны, мен рейтингін керек емес, бұл негіз маған. Бір рет көтере салғам ғой шымыз. Гатти, то есть нормально, бірақ болады шүкіршілік етуге. Эдер Миличау, бұл да
Реал Мадридтік үздік защитниктердің бірі. Бұның енді таланттары жасырақ достар, таланттары. Міне статистикасы да әдемі. Таланттарынан бұл motion бейді головой баспен сүзет достар, мұны әдемі сосын киіммек достар, киіммек, то есть тоже әдемі бұл да. Мұнан қарасаңыздар статистикасы әдемі, және де аяғы 4-5. Сосын бұның мынандай нелері жасы классы, крайний защитникті беріп қойған. Әдемі бұл да тез жүгіреді достар, бұл шат. Сосын Дехияны бағана өзім сатып алған болатын, яғни таңдарда. Сол Дехияда, то есть әдемі, қарасаңыздар сводкасы әдемі, бірақ аяғы 2-5. Бұл енді аспанға теу жібере берсе де бәрібір, себебі бұл вратар о достар, бір гол соқпайды не. Сосын бұның талантынан дальний выбрасывание деген бар екен. Сондықтан мен мұны алған болатым, және де мұнан 3 рет беріп Нұркиға мұнан алған болатым. Енді бұған гол соғу қиынға соғатын сияқты деп ойлаймын. Және де менде заменада Дель Пьеро ма, білмеймін, комментария жазып кетіңіздер. Бұл енді бұны мен көтерсем деп по-любому Роналдиньоның орнына ауыстырып қоя салмайын, бұл какой-то бір италиялықты деп айта алмаймын, енді нормально ойнайды. Бұл да бұның статистикасы, то есть бұныкі де әдемі, көтермесем де әдемі тұр. Үйті бұған әлемет тренировкада берген жоқпын достар, көріп тұрғандарыңыздай. Бұған әлі көтерген де жоқпын достар, бұны мен көтере салу керек еді. Дель Пьеро, то есть әдемі, бұл да аяғы 5-5, бұның әдемісі сол маған ұнайтыны. Бұл енді осылай кеттік ал. Көрген шығарсыздар аккаунтым достар. 107-ші рейтинг, және де бавариялық лого, яғни логотипті. Әлі достар, мен соңғы видеоның соң жағында ашам деп қойған пагым дайын тұр. Міне сіздер де лигаға кірсеңіздер болады. Мынаны достар жеңіп тастайықшы, давай осы жақта көріп отқан достарым болса, давай кіріп ойнап тастаңдар. Қосып қойғам, авто қосып қойды достар, өзі мына FIFA-ның өзі қосты осы адамдарды. Так ал достар, ашық сіздер де кірсеңіздер осындай пак аласыздар, және мына жақта 100-105 тағы бар, соны алатын боласыздар. Давай лигаға кіріп кетіңіздер. Ал ашық. Бисмилля, пожалуйста, 105. Рафиня, берші, Рафиня, пожалуйста, Бразилия. Мынау 101. Емес 100 ғой үшін, Ларсен дейді, Ларсен деймі. Ал достар, осымен видео аяқталды.